Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін асқабақтан өте дәмді бәліштің рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Бұл нағыз қыс және күз мезгілінде жасалатын бәліштердің бірі. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет ұн және қопсытқышымызды араластырып, үстінен қантымызды және тұзымызды қосып аламыз. Барлығын біріктіреміз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Сармайымызды салып, онымен бірге араластыратын боламыз. Сармайларыңыз міндетті түрде жұмсақ болғаны дұрыс, сол кезде оңай жұмыс жасайтын боласыздар. Онымен бірге біріктіріп алғаннан кейін үстінен бір жұмыртқамызды жарып қосамыз. Және де жұмсақ қамыр илетін боламыз. Қамырларыңыз қатты жұмсақ емес, тығыз болып шығады. Қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Ол аралықта біз бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Бізге қажет асқабақты қайнатып аласыздар. Оның үстінен 3 жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқамызды қосып болғаннан кейін қантымызды саламыз. Оның үстінен қойытылған сүтімізді қосып, блендердің көмегімен барлығын араластырып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, формамызға салып, барлық жеріне біркелкетіп жайып шығамыз. Бұны қолыңыздың немесе оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Жайып болғаннан кейін шаншықмен тесіп шығасыздар. Оның үстінен салмасын құйып, қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымызды пешімізге саламыз. Біздің пирогымыз дайын. Формасынан суыған соң босатасыздар. Бұл пирог өте дәмді, ерекше болып шығады. Өзіңізге және отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, әдемі пирогтардың бірі болып шығады. Сіздермен болған Айдана. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің салған видеоларым сізге бірінші болып көрінетін болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.